Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, студияда Раухан Тоғынбаева. 2 айда сақтандырушы компаниялар 6,3 миллиард теңгенің міндетті көлік полистерін сатты. Топ үштікке барлық сатылым көлемдерінің 37% тиесілі. Нарықта жұмыс істеп жатқан 23 компанияның 19-ы сатылымдарын ұлғайтқан. 2014-2015 жылдардың қаңтар ақпанында көлік иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершілігі бойынша жиналған сыйақылар портфелі 1,5 миллиард теңгеге артты. Ең үлкен өсімді Альянс Полис байқатты. Жиналған сыйақылар портфелі 213 миллион теңгеге өсіп, 450 миллионды құрады. Ақпан айында компания міндетті көлік сақтандыру нарығында ең ауқымды сыйақылар портфеліне ие топ 5-тікке кірді. Екінші орын Сәлем компаниясының еншісінде. Көрсеткіш 246 миллион теңге. Өткен жылғы көрсеткішпен қатынас 206 миллион теңге. 2014 жылдың қаңтар ақпанында компания міндетті полистерді 6 есе аз сатқан. Үштікті Нұрполис түйіндейді. Көлік полистердің сатылымы 196 миллионға өсіп, 286 миллионға жетті. Оның нарықтағы үлесі 4,5% құрады. 2014 жылдың ақпандағы көрсеткіш 1,9% болатын. Грекия бүгін халықаралық валюта қорына 460 миллион еуро қарызын қайтаруы тиіс. Елдегі ақша жетіспеушілігіне қарамастан, Афины өздерінің қаржылай міндеттемелерін дәл уақытында орындайтындықтарын жеткізді. Осындай мәлімдемені өткен жетте Грекияның қаржы министрі Янис Вароуфакис халықаралық валюта қорының басшысы Кристин Лагардқа жеткізген болатын. Ол туралы әлеуеттің алдыңғы шағылымдарында бізде хабарлаған едік. Ал қаржы министрі Димитрис Мардас болса, біз халықаралық валюта қорына беретін қаржыны алдын ала дайындап қойған болатынбыз. Бұдан басқа пайыздарды да төлеуге шамамыз жетеді. Бүгінгі таңда жалақы, зейнетақы мен әлеуметтік төлемдерді төлеуде ешқандай қиындық жоқ, деді Мардас. Бар үміт Еуроодақтың несиелік бағдарламасында. Оған сәйкес Грекияға Еуроодақ тарапынан 7,2 миллиард еуро несиелік транш бөлінуі тиіс. Афина 24 сәуірде өтетін Еуроодақ кездесуінде оң шешім шығарылып, сыртқы қарыздар қайта құрылымданады деп сенеді. Айта кетейік, Грекияның сыртқы берешегі 324 миллиард еуроға жетті. Кипр үкіметі 2 жыл бұрын капитал қозғалысына салынған шектеуді толығымен алып тастады. Олар мұндай шешімді елдің банк жүйесіне қайта оралған сеніммен байланыстырады. Айта кетейік, 2013 жылдың наурызында үкімет тарапынан капитал қозғалысына қатаң бақылау жарияланған. Есесіне депозиттер көлемі қысқартылып, халықаралық кредиторлар тарапынан Кипрді құрдымнан шығару үшін қаржылай көмек берілген. Үкімет капиталдың сыртқа шығуын қатаң бақылауда ұстады. Әйтпеген күні елден капиталдың тысқа шығарылуы онсыз да шытынап тұрған елдің қаржылық секторын одан бетер шайқайтын еді. 2 жыл барысында мұндай шектеу күші әлсіреді. Немістің жұмыспен қамту федералды агенттігі алдағы 4 жылда өздерінің 5 мыңға жоқ қызметкерлерін жұмыстан босататындықтарын жеткізді. Осылайша 2013 жылдан бері мекемедегі қысқартулар шегіне жетті. Мұндай шешім Германиядағы жұмыспен қамтудың жоғары көрсеткішімен байланысты. Әсіресе жұмысқа орналастырушыларға деген сұраныс елде өте төмен. Наурыз айында Еуроаймақтың ірі экономикасында жұмыссыздық көрсеткіші жаңа рекордты көрсеткішке, яғни 6,4%-ға жетті. Бүгінде жұмыссыздар саны 3 миллионнан да аз. 10 жыл бұрынғы көрсеткіш 5 миллион шамасында болатын. Оңтүстік Кореялық Samsung компаниясының операциялық кірісі жылдың алғашқы 90-да өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 30,5%-ға төмендеді. Кәсіпорын кірісінің төмендеуі негізінен Apple мен қытайлық өндірушілер тарапынан көрсетіліп жатқан бәсекелестікпен байланысты. Samsung-тың кірісі қаңтар мен наурыз айлары аралығында 5,4 миллиард долларды құрады. Сарапшылар көрсеткіш 5 миллиард шамасында болады деп күткен еді. Компания табысы осы мерзімде 12%-ға қысқарып, 43 миллиард долларға төмендеді. Наурыз айында Сауд Арабиясы мұнай өндірісін рекордты көрсеткіш күніне 10,3 миллион баррельге жеткізді. Мұндай қадам шетелдік мұнай өндірушілер тарапынан көрсетілген сұраныспен түсіндіріледі. Сауд Арабиясында мұндай ауқымды өндіріс тек 2013 жылдың тамызында тіркелген еді. Ол кезде көрсеткіш күніне 10,2 миллион баррель болатын. Корольдіктің мұнай министрлігі елдегі мұнай өндірісі тәулігіне 10 миллион баррель деңгейінде қала беретінін жеткізді. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24 KZ сайтына көре аласыздар. Эфирде келесі көріскенше аман сау болыңыздар.